Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Шашыңыз түсіп жүрсе, шаштың түсуін тоқтатып, тез өсуі үшін пияз шашмайын жасаңыз. Пиязды бөлшектеп кесіп, блендерге салып, паста жасап алыңыз. Аздап кокос майын қосасыз. Пияз пастасы дайын болды. Енді үстіне май құйып, отқа қойып қуырамыз. Тағда май құйып, пияз қоңырқай тартқанша қуырамыз. Майды сүзгіден өткізіп аламыз. Кокос майының орнына басқа кез келген майды қолдануға болады. Мысалға, күнжіт, авокадо майлары. Пияз бас терісін ынталандырады, қан айналымын жақсартады. Пияздың құрамында күкірт бар. Ол шаш фолликулаларын нәрлендіреді және шаштың түсуіне жол бермейді. Майдың иісіне байланысты пайдаланғыңыз келмесе, пияз сусабыны мен пияз шырынынан жасалынған маска қолдансаңыз болады. Қолданарда пияз майын жылытып 5-10 минутқа бас теріңізге, шашыңызға массаж жасай отырып жағыңыз. 30 минуттан 1 сағатқа дейін ұстасаңыз болады. Аптасына 2 рет жасаңыз. Артынан жұмсақ сусабынмен шайып тастаңыз. Шаш түсі тоқтайды. Қолданып көріңіздер.